әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Жанел? Менің саған жаңалығым бар. Рахмет. Мені бір компания жұмыс қалды. Кездесуге шақырды. Қоқыс жинау компаниясы болса, 100% өтпейсің. Мүмкін. Бірақ ондай компанияға тұратын менің де ойым жоқ. Сосын әйелім барда қоқыс шығаратын мен емес. Болды, шаршадым. Кір жуу, тамақ істеу, үтіктеу. Бір жұмыстан келесің, үйде екінші жұмыс күтіп тұрады. Жақсы ғой. Бір емес, екі жұмысым бар. Мысалы менде біреуі де жоқ. Сосын Жамил, аналардың талабы бойынша кездесуге екеуміз баруымыз керек екен. Не үшін? Анкетада үйленгенін жазғанмын ғой. Талаптары сол. Кездесуге екеумізді келуімізді сұрап жатыр. Енді компания саясат сол. Отбасың жақсы болса, жұмысты да солай істейсің. Бұл жұмыс маған ауадай қажет. Бармасаң болмайды. Менің сенің жұмысыңда шаруам жоқ. Өзің айтып едің ғой, менің 2 жұмысым бар деп. Енді қалампырмен бар дейсің бе? Маған бәрібір. Керек болса Маратпен бар. Жанел, барайықшы. Өте күлі, ғашық бол. Бақытты жандар бол. Қиын емес қой. Күніге соны жасап жүрміз ғой, ата-аналарымыздың алдында. Жарайды, келістік. Бірақ менің актерлік қабілетім өте нашар, білесің ғой. Ол тек қана таңғы асымды біреу әкеп берген кезде ғана, үйімді жинап бергенде арта түседі. Әйтпесе бастықтардың алыңда өтірік айта алмаймын. Жарайды. Қашан бастайық? Не істеп жүрсің? Күйеу бала, тамақ істеп жүрсің? Жоқ, тамақ емес, жұмыртқа. Жұмыртқа? Онда тұрған не бар? Қайнаған суға саласың, жерден аласың, дайын. Жанел сол кішкене ауырып қалған, соған көмектесейін дегенім ғой. Жанел ауырып қалды? Немен? Жоқ. Не болып қалды Жанел? Бәрі жақсы. Сәл кішкене ауырып, температурасы бар. Анда-санда жөтел. Жанелге ас дайындап жатыр екенсің ғой. Солай десек те болады. Көңіл бөліп, қамқорлық көрсетейін дегенім ғой. Жаның барында шыныңды айт. Сен Жанелге не істеп қойдың? Жанел кішкентайынан аурудың не екенін білмейтін. Шыныңды айт маған.
Сен Жанелге қол көтердің ғой, а? Мен бе? Мен оған саусақта тигізген жоқпын. Керек болса ол мен өзім дұрып тастаймын. Өлі, не дейді? Жоқ, мен Жанелдің өзінен барып сұрайын. Жоқ, тоқтаңыздар. Оны мазалауға болмайды. Ұйықтап жатыр. Мазаламасын деді. Иә, сол. Жанел ұйықтап жатыр? Сонда ол не, жұмысқа бармаған ба? Не, мүмкін не шығар? Не, құдағи? Не шығар, құдағи? Не ол, не? Жүкті шығар. Жүкті? Жанел? Олай болса, өзіміз аға барамыз. Көмектесеміз. Мүмкін ол жүкті шығар. Бірақ мен оған саусақты тигізбедім. Қалай ол? Саусақ тигізбесе қалай жүкті болады? Жоқ, мен Жанелдің өзінен барып сұрайыншы. Болды. Жарайды. Ол жүкті. Бірақ Жанелдің өзі де ол жөнінде білмейді. Түсінбеймін. Білмегені қалай? Сіздер айтпай тұра тұрыңыздар. Иә. Ол аяғына дейін анықталған жоқ. Иә, білдіртпегендеріңіз жөн болады. Еш білдіртпеңіздер. Иә. Солай-ақ болсын. Солай-ақ болсын. Уайымдама балам. Әкеңе бәрін ескертеміз. Жанел жүкті. Құдай. Жанел жүкті. Аба. Құпия. Құпия. Жанеліміз. Ай, жаным, қалайсың? Қайдан келе жатсың? Ойыңнан қона көтейін. Ой, мына костюмге қарағанда қамаз емес, лимузин мініп жүрсің ғой сен. Шұғыл шаруамен жүрмін. Ерболмен сөйлесуім керек. Көрсекші үйде, үлкен жаңалық бар. Жоқ, асығыспын, көлік күтіп тұр. Ерболды шақыршы еді. Ерболжан, Марат ағаң келді. Иә, Марат ағаң келіп тұр. Ай, жаным-ау. Мәгет, қалайсың? Иә. Апа. Барасың? Бара. Баршы енді, рахмет. Yok қой. Ерболжан, қалампырдың туған күні жақындап келеді. Соны құттықтап шығайын деп едім ғой. Солай ма? Керемет. Құттықтайын. Рахмет. Туған күн қашан? Сол есімде жоқ. Келген себебім де сол. Бірде айтып едім, мен ұмытып қаппын. Соны біліп берші. Айтсаң бол. Бірақ өзің сұрай салмайсың ба? Ыңғайсыз. Ол мен туралы бәрін біледі. Жатта болған. Тіпті менің оған қанша қарыз екенімді де біледі. Ұмытпайды ғой, ал мен болсам оның бір туған күнін жаттай алмай жүрмін. Ұят. Біліп берем. Шын ба? Әрине. Біз туысқан емеспіз бе? Асығыспын. Ұштым мен онда көлік күтіп тұрмын. Сау болыңыз. Мәке. Baby.
Buna bir böyle mangay. Otur. Otur kızım, otur. Otur kızım. Otur. Şey koy kızım. Kızım, Ko'ngling qalay? yaxshimi? Жақсы. Неге сұрадыңыздар? Bağırsaktan жей koy kızım. Ha, рахмет. Бауырсақ жемегелі көп болды. Дәмді екен. Ерболжан сонда керемет аспазшы ғой. Иә? Жей koy. Мынаны Ербол жасап берді. Жей ғой қызым. Саған көбірек жеу керек қазір тамақты. Неге? Енді көп жұмыс істейсің, көп күш жұмсайсың дегенім ғой. Рахмет. Негізі мен бүгін жұмысқа түстен кейін барам. Жоқ, кофе бар ма? Мен Тұрғы болмайды. О, не деген? Саған кофе ішуге болмайды. Иә. Мынадан же. Неге? Бөлек сөндірсеңші. Байқасаңшы, Бөлек. Ербол жаңа ғана еден жуды ғой. Ербол? Еденді? Отырам кызым. Ербол еденді де жуды, шаңды да сүртті, гүлдерді де суғарды. Соның бәрін істейін деп мына кішкене арқасы ауырып қалды. Іше ғой қызым, іше. Мен барайын. Бара ғой. Демал, ақылым қыз, ақыл. Жаңа жұмысты қатты аңсап жүр деймін. Не дедің? Жоқ, ештеңе, ойым ғой. Өзім мен жұмысқа дайындалайын, иә? Иә. Қалампыр қайда? Азық түлік алуға кеткен. Бір-екі сағаттан соң келеді. Не жеп тұрсың? Тапсырып кеткен тағамдарын опырып атсың ба? Бүгін бұлардың сақтау мерзімі аяқталады. Бұзылам дегенше бір пайда істейсің да. Туған күнін білдің бе? Сұрадым. Ол құпия деді. Тек Мараттың өзіне ғана айтам дейді. Сондықтан есіңе түсірмесін, басқа амал жоқ, мәге. Білгішім ай, мен ұмытып қалдым дедім ғой саған. Енді қайттым? Күн сайын құттықтауға тура келеді. Осылай 30 мен аяқталмай ма? Жараң жеңіл, мәге. Біздің баламыз айтып, не деген пысық жігіт десейші. Өткел үйдің ішін шаң сөргішпен тазалап көрді. Оға дейінші, манты жасап, ескі киімдерді реттеп қой демес бе? Саған, дүкенде отырып оның бәріне қалай үлгердірейін? Қой, тыныш. Біздің Ербол керемет болды. Оған біздің көмегіміз керек. Біздің бала әке болады. Әке ме? Ой, Есінде ме, кішкентай кезінде? Өткен ауылға әйгілі етіп еді ғой. көршіміздің сарайын өртіп кете жаздағанда ма? Ол есімнен ешқашан ұмытылмайды ғой мені. Өрт сөндіремін деп армандаушы еді. Құралар! Оразия! Бүкіл балаларға арналған дүкендердің бәрін аралап шықты. Мынау сізге. Қалай сәбеге? Бөлек
айталы қайда? Мінекей. Қараңызшы мына. Бізді болашақ немеремізге мынандай көйлек сатып аламыз деп шештік бөлек екенбіз, я? Тым ерте емес пе? Әлі 7-8 ай бар емес. Біз сондаймыз. Иә. Біз бәрін алдын аламыз. Қалай, Беке? Онда Мына ол балаға жараспайды да ғой. Беке, біз қайдан білеміз кім болатын? Сондықтан да біз қыз балаға да, ұл балаға да жарасатын аламыз, е? Иә? Қалай? бірден бесік арба белсебет ала салмадыңыздар ма? Айттым ғой мен саған, белсебет алайық деп. Болды. Велосипедті Ғабитке өзіміз аламыз. Ғабит деген кім? Ой, кімің не? Ол біздің немереміз. Қателестің. Ғабит емес, Шынар. Шынар? Адель. Жоқ, Айдар емес пе? Бөлек. Есімін біз қоямыз. Жоқ, бірге қоямыз. Я. Ғабит есім ол балаға жарасып тұр емес па? Ұл бала болады деп кім айтты саған? Я. Немереміз қыз. Жоқ, ол... Қыз деді қой, бөлек. Қыз. Адель болды. Айттым Шынар, Адель. Болды, ол болады. Адель. Ғабит. Қыз. Қайда Ғабит, қыз болады. Ол болады. Қыз. Камашы, бұл жолы қайдан? Мұны саған қалампыр. Гүл, рахмет. Ұнады ма? Ұнағанда қандай, ұмытып қалдым екен десем. Жоқ, менің есте сақтау қабілетім мықты ғой. Маған қатты ұнайтыны... Ой! Қалтаңдағы не? Бұл ма? Бұл білезік. Өзіңе деген шағын сый. Рахмет. Қымбат бұйым шығар. Арзан емес. Бұны алу үшін Талдықорғанға 3 рет барып келдім. Рахмет. Бұндай сыйлықты сыйлау үшін белгілі бір себеп керек. Әрине. Не туған күн, не әйелдер күні. Иә. Әлде бүгін басқа ерекше мереке ме? Жоқ. Білесің бе, қалампыр, мен сенімен кездескен әрбір күнім мен үшін мереке ғой. Рахмет. Қандай керемет сыйлық. Жақсы, қалампыр. Жақсы. Мен Талдықорғанға кетуім керек. Бара беріңіз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Аха. Сәлем. Қалай өтті? Жаман емес. Шаршадым. Ербол, шынымды айтсам, сен мені сондай таң қалдырдың. Сенің осындай қабілеттерің бар екен, білмеппін. Үй жинайсың, тамақ жасайсың, бауырсақты пісіресің. Күнде осылай болса ғой. Менімен баратын болдың ба? Әлі бір апта бар ғой. Жұмыс бойынша кездесу 4 күннен соң? Уақыт бар екен ғой. Айтпақшы, ата-аналарымыз біртүрлі қамқоршыл болып кеткен аяқ астынан байқамадың ба? Сондай мейірбан. Сен де тағылған шығар? Білмеймін. Папалар өзіме аяқ киімді де шешкізбейді. Мамалар болса, сәл түшкіріп едім, көрпеге орап, шай беріп әуре. Қызық сондай. Іштері пысқан ғой әбден. Білмеймін. Тамақты жегізе беретін болыпты. Мама, жоқ рахмет, толып баратырмын десем, қуанам. Мә, тағы же деп қоймайды. Енді не істейді енді? Үйде отырып оңай дейсің бе? Қайда?
Айтпақшы, мен театрға 2 билет алдым. Барамыз ба? Екеумізге де керек. Сен спектакль көресің, ал мен ұйқымды қандырамын. Сонда осының бәрі бір кездесу үшін бе? Шынымды айтсам, кездесу біреу ғана емес, 2. Бірақ бір күнде. Жарайды, барармыз. Ал мына билетті Марат пен Қалампырға бер. Екеуі де ұйқысын қандырсын. Сосын Ербол. Ұмыт кеспін ғой. Рахмет. Сәлем. Талдықорғанға кетпедің бе? Жоқ. Қазір шығам. Жол жөнекей саған соғып кетейін деп. Қарның ашқан жоқ па? Әйтпесе қаймақтың мерзімі ертең өтеді. Жеп алсаң болады? Жоқ, жеп алам, рахмет. Түріне қарасам, сондай әдемі болып кеткенсің, бүгін бір ерекше күн емес пе? Иә, Солай ма? солай. Не солай ма? Бүгін сен үшін ерекше күн. Солай сияқты. Не болды өзі? Сол ерекше күннің құрметіне мынау саған. Марат! Қандай мейірбансың, қандай керемет сыйлық. Марат, сен қандай қамқор жансың, а? Қайдан ғана біліп қойдың? Бүгін менде мерейтой. Мерейтой? Бәсе! Біліп ем, міне, мынау мерейтойдың құрметіне. Марат, сенің жомарттығыңа шек жоқ. 20 жылдық мерейтойға мұндай сыйлықты ешкім алмаған шығар. Немене? Иә, бүгін біздің мерейтой. Мектеп бітіргенімізге 20 жыл. Сыныптастарымен кездесуге алтын алқаны тағып барам. Тоқта. Туған күн қашан, сонда бүгін емес пе? Қайдағы туған күн? Менің туған күнім қысты күн емес пе? Ал гүлді мен сатып жіберем. Жұмыртқа қайтадан бір апта бойы жұмыртқа жеуден жалықтым. Интернеттен басқа тамақ түрін үйренбейсің бе? Мысалы, мына менің апельсин шырыны мен тост жегім келіп тұр. Тост? Оны қайдан табам? Білмеймін, басың бар ғой, ізде, мамаңнан сұра. Ота? Шектен шығып бара жатқан жоқсың ба? Кездесуге менсіз барғым келіп тұр ау деймін, иә? Алло? Иә, мен Ербол. Иә. Әзіліңіз емес пе? Шын ба? Иә. Болды, үлкен рахмет. Дүйсенбі күні көріскенше. Рахмет үлкен. Мені жұмыс қалды. Бір аптадан соң кірісе берсең болады дейді. Қайсысына? Біріншісіне ме, әлде екіншісіне ме? Үшіншісіне. Екеуін ұмытсаң болады. Кездесудің қажеті жоқ. Онда жұмыртқа жеуге тура келеді. Ал мен болсам
апельсин шырынымен тост жібередім. Мен осы бір рет мен айтайын дейінші. Мен айтайын. Ой, біз құдалармен ақылдасып бір келісімге келдік. Баланың атын Құдай берген деп қоямыз. Ал егер қыз болса, Кармен Сита деп қоямыз. Қалай? Жоқ. Жанел жүкті емес. Ол қателесіпті. Солай ғой Жанел, Негізі, Жанел маған апельсин шырынымен тост әкеп бергісі кетір, солай ма? Қарағай. Тоқта. Сонда қателескені қалай? Сен құйттай болса да жүкті емессің ба? Кішкене болса да. Демересіз қалдық қой. Апа! Әже бол бір күрес деймін әлі.